инсулин деген негізі біздің ұйқы безімізде бөлінетін гормон ғой. Ұйқы безіміздің жұмысы дұрыс болса, ол өзі бөлініп, содан кейін жаңағы тамақтан келген глюкоза дейді, секер тамақ, тәтті тамақтан келген глюкозаны кислородқа айналдырып, кровоток, қан, ағып жатқан қан бар ғой, русқылы, соған кіргізіп жіберу керек. Соған кіріп кету керек. Мысалға, тамақтан алынған қант. Сол кровотокқа кірмей қалады да, қанның бойында жүріп қалады да, бір мезгілде қант диабеті дейтін сияқты диагноздарға ұшырап қалып отырады. Тамақ дефицит емес қой қазір. Бұрын ертеректе тамақ дефицит болды. Сол тамақ дефицит болған мезгілдерде адамдарда жаңағыдай бір аштық болды ғой енді. Аштық болды, сол тамақты көп жейді, сол просто адам тамақтан энергия алады. Энергия алады, жүруіміз, тұруымыз, күлуіміз, сөйлеуіміз, қуануымыз, барлығы энергия. Біз оны көрмейміз, бірақ энергиямыз болмаса біз құрып бара жатамыз. Сол энергия қоры жиналатын жер вообще май жасушалары, май клетки деп айтады. Сол май жасушаларында энергия жиналады. Ал адамның денесі ғасырлар бойы клеткадағы жазу бойынша, клеткаде, ДНК-да жазылады ғой біздің ата тегімізден келе жатқан әртүрлі қасиеттеріміз барлығы біздің ДНК-мызда жазылады. Клеткамыздегі жазу бойынша энергия жиналады біздің денемізде, және ол сақталады. Бірақ ол шығарылу керек қой, энергия жұмсалып шығарылу керек. Қазіргі таңда сол аккумулятордың жұмысы бұзылып, уақыты шектеусіз сақтау орнына айналып кетті мына май жасушалары. Именно май жасушалары өзінің жұмысын бұзылып алып, зат алмасу процесі бұзылып кетті деген сөз. Бұл жерде жаңағы тамақтан алған энергия аккумуляторымызда жиналғанменен ары қарай шығарылмай қалыпты көп жерде. Ұзақ уақытқа сақталу орны сияқты болып қалыпты. Сол енді қазіргі жағдайда мысалға бар деген сияқты өзіміз өте спокойно жағдайға тап болып, метаболикалық синдром дейтін нәрсе дамып кетті. Яғни зат алмасу процесі просто бұзылып кетті. Зат алмасу процесі бұзылып, адамдар комфорт өмірде сүріп, рахаттанып өмір сүріп жүргенде қалай біз метаболический синдромның үдеп кеткенін байқамай қалып жатырмыз. Тіпті қазіргі соңғы кезде осындай метаболический синдром деген диагнозда қойылып жатыр. Айналамызда қарап отырсақ, бұрын ертеректе телевизордан Американың адамдарын көретін едік қой, өте былқылдаған май басқан адамдарды ожирение деп айтады. 3-4 степень дейтін диагноз қойылады ондай адамдарға қазіргі таңда. Сондай адамдар біздің өзіміздің айналамызда да пайда болды. Үлкен кісілер ештеңе емес, кішкентай балаларда сондай болып кетіп жатыр. Өте толық ожирение деген сияқты. Таңда да метаболический синдром дегеннің өзі көбіне мына инсулин резистенциясына негізделген зат алмасу процесінің бұзылу жиынтығы. Минеральный обмен веществ, липидный обмен веществ деп сөйтіп айтып жатырмыз. Липид деген сол жир деген сөз. Минерал деген адамның денесіндегі минералдардың зат алмасу процесі бұзылып, өзінің керекті жеріне бара алмай, жете алмай жатырған жағдайда айтылады негізінде. Сол мына инсулин резистенциясы дегенді жалпы былай қазақ тілімен түсіндіретін болсақ, инсулинге тәуелді клеткалар инсулин әсеріне сезімталдығын төмендетеді. Инсулинге тәуелді клетка ұйқы безінде бөлінеді. Сол инсулин әсеріне именно сезімталдығын төмендетіп танымай қалады да, өзінің инсулинін танымай қалады. Осы сөздің қысқасы. Сосын сол жерде ызбой болады, ұйқы безінде ызбой болады. Яғни ол кезде рецепторлардың жұмысы бұзылды деген сөз. Рецепторлар өзінің не істеп не қою керек екеніне шатысып кетті. Организмде қауыс басталып кетті. Ретсіздік басталып кетті. Сол кезде жаңағы инсулин денемізде бар, ұйқы безі бөліп тұр, бірақ глюкоза тоже бар, тамақпен келіп тұр. Сол глюкозаны инсулин гормон ғой, ұйқы безінен бөлініп тұрған. Сол жаңағы кровотокқа айналып жатқан қанның ішіне қосып жіберу керек қой. Сол қосылмай қалады. Сөйтеді де манағы глюкоза қанның бетінде, қанның өзінде пайда жүреді. Қалай клеткада жүреді де қант диабеті дейтін ауру, яғни сахар көбейіп кетеді. Сосын болды біздің қанымыз мед сияқты, сироп сияқты сондай болып қалады. Негізінде біздің қанымыз денеміз 70% судан тұрады деймізде, су өзен сияқты шапшаң ағып, өзінің белгілі бір скоростьпен жүректен өтіп жатырады, өкпеден де өтіп жатырады, бауырдан да барлық органымыздан өтіп жатырады ғой. Бірақ жаңағыдай секерлі қою қанымыз сироп сияқты, медовый сироп сияқты, оның уже жүру шапшаңдығы да азайып қалады, және ондай қанымыз біздің әрбір клеткамызге жеткізу керек витамин, минерал, амин қышқылдарын жеткізе алмай қалады. Сол кезде организмде үлкен жаңағыдай нелер пайда болып кетеді, ақаулар пайда болып кетеді. Мінекей қараңыздар, қандай ақаулар әсіресе пайда болады. Метаболический синдром, мен жаңа сіздерге айтып түсіндірдім, повышенный уровень глюкозы, міндетті түрде уровень глюкозы көтеріледі де, сахарный диабет ауруы орын алады. Артериальный давление өседі, гипертензия дейді, риск развития гипертензия дейді. Міндетті түрде өсіп кетеді, секерлі пайда болғасын қан дұрыс жүрмейді. Бөтекеден өту керек, мысалға бауырдан өту керек, сол процестер жай жүріп қалады. Накопление висцеральный жир дейді. Бұл жаңағы ерімейтін, шамалға ерімейтін майлар біздің мына белімізде, бөксе тұсымызда жиналып қалатын, риск ожирения дейді.
сосын аномальный уровень холестерина дейді. Холестерин көбейіп кетеді, сосудтың стенкаларында, ішкі беттерінде холестерин көбейіп кетеді. Сосудтың бойы тарылып қалады. Осы жағдайға мына метаболический синдром алып келеді екен. Факторы риска дейді. Бұған бізді қандай нәрсе әкеліп тұр? Жалпы қазіргі таңда өте малоподвижный образ жизни дейді. Қозғалыс жоқ. Қазіргі таңда адамдарда қозғалыс өте аз. Сосын адамдардың көпшілігі жаңағы ұйқыны бүлдірген. Циркадный ритм деп айтамыз. Ұйқы өте маңызды денін ұстау болу үшін. Сол циркадный ритм бұзылып кетті. Адамдардың көпшілігі біртүрлі қызық түнгі сағат 12, 1, 2-ге дейін, 3-ге дейін жүре береді. Содан кейін барып ұйықтайды. Мен өзім білемін ондай адамдар. Біздің айналамызда да бар ондай адамдар. Түнде отырып шай ішіп отырады. Сондай бір басқаша өмірлерді, қызық күні бойы ұйықтайды, түнімен жүреді, бірдеңе шіреңелерін істеп. Бірақ соның барлығы денсаулыққа қатты әсер етеді. Жаңағы метаболический синдромның дамып кетуіне бірден-бір әсер ететін жағдайлар. Избыточное потребление алкоголь, курение дейді. Жақсы, енді ішетіндер де бар шығар, темекіні тартатындар да бар шығар. Несбалансированный рацион дейді. Тамақ дұрыс емес. Тамақты деген мына инсулин резистентный состояние ұшыраған адам тамақты безберекетсіз жей береді. Тамақ жегісі келіп бара жатады. Ол тоймай тұрған сияқты. Мысалға кухняда жүреміз өзімізде да күндіз. Сонда 5 конца столдың үстінде тұрған тамақты аузыма тыға беретін болсам, сонда не болам? Мысалға мен өзім ойлаймын да енді. На самом деле ондай адамдар бар. Столдың қасында, столдың үстінде тұрған астан былай өтсе де, былай өтсе де аузына тығып жүреді. Сол кезде ол уже қалай жаңағы ұйқы безінің жұмысын бұзып алғанын білмей қалады. Себебі аузыңа ас түскеннен кейін уже ұйқы безі сөлбеледі ғой. Уже сөлбеледі, фермент бөледі. Ол фермент шексіз бөліне бермейді ғой, бір күні болмаса бір күні ол өзінің жұмысын тоқтатады. Сосын мына мен көп байқаймын, мына жвачка дейтін нәрсе бар ғой. Жвачка дейтін нәрсе бар. Сол жвачканы балалар шайнайды, балалар да шайнайды, үлкен кісілер шайнап отырады. Мына ауыз бүйтіп қозғалған сайын, бүйтіп жақ асылып жабылған сайын, как будто ауыздың ішінде бір нәрсе тұрған сияқты. Ол жұтпаса да, уже мына жерде слюнный железа жаңағы сілекейде бөле береді. А сілекей біздерде сол именно не фермент ретінде ұйқы безінен бөлінеді. Сонда ұйқы безі безостановочно жұмыс жасайтын болса, бұл енді айтып отырғаным, сол ұйқы безіне қатысты болып тұр, себебі инсулин бізде ұйқы безінен бөлінеді. Ұйқы безінің жұмысы бұзылады деген сөз. Сосын ұйқы безі сондай бір капризный орган, дұрыс емес тамақ келсе, ол до поры до времени жүреді, бірақ быстро сездіреді ауырып тұрғанын. Біздің денемізде сол жақ қабырғамыздың астыңғы жағында, сол жақ. Ол кішкене әрірек болса, селезенка чуть-чуть алға қарай болса, ол уже ұйқы безі сол жақ қабырғамыздың астында. Оң жақ қабырғамыздың астында мысалға бауыр және өттек. Именно мына сол жақ қабырға ауыратын болса, уже ол опасненько и чревато, потому что ұйқы безі ештеңеге қарамайды. Ұйқы безінен ұстаған приступ адамды өмірден сол бойда алып кетуі мүмкін. Бауыр ол ыңылдап қояды, ұйқы безін көндіру мықты, бұған көп күш керек. Сондықтан біздерде ассимилятор деген нәрсе бар ғой, вообще вот детокстың ішінде сол ұйқы безінің жұмысын әдемі жақсы бір қалыпты ұстап тұрады. Тамақты түгел расщеплять етіп, переварить етіп жүруге сізге көмектесетін өнімнің біреуі сол ассимилятор. Растительный фермент басқа ешқандай компанияда жоқ нәрсе. Қолымызға келіп отырған керемет өнім, өте мықты өнім, премиум планктойл деп айтып жатырмыз ғой, да? Бұл мына солтүстік салқын неде өседі? Салқын теңіздің, салқын мұхиттың астында өмір сүреді. Салқын мұхиттың астында өмір сүреді, солтүстік Атлант мұхиты. Соның именно солтүстік жағында, салқын жағында өмір сүреді, және ол қысқа өмір сүреді екен. Өте қысқа өмір сүреді екен. Сол қысқа өмірінің өзінде құтақандай өзі жаңағыдай рачкообразный дейді, құтақандай зоопланктон ғой, судың астында жүрген. Шаян сияқты болып тұр ғой, құтақандай шаян сияқты болып тұр. Түрі мына жерде суреті бар, енді кішкентай өзің бір интересный, бір түрлі кукла сияқты, бабочканың кукласы сияқты. Ненің көбелектің кішкентай кукласы сияқты, личинкасы сияқты деп айтуға болады. Сол өзі құйтақаштай нәрсе, соның бойы ылый-жылый омегадан тұрады екен. 60% денесі сухой остаткпен салыстырып қарағанда, басқа құрғақ аяғыменен, қолменен бүйтіп салыстырып қарағанда, оның өзі 60% сондай майдан тұрады. Бірақ майы ерекше. Басқа еш жерде, басқа ешқандай жәндікте, ештемеде кездеспейтін май ерекше. Оның майы восковой эфирный масло дейді ол жерде. Сондай май жиналады. Сол осы 60% жирдің ішіндегі 90%, именно 90% восковой эфирный масло күйіндегі формада кездеседі екен. Өте таптырмайтын нәрсе. Бұны және ғалымдар тек қана соңғы мезгілде зерттеп тапқан. Ғалымдар осы бастап зерттеген 2014 жылы, содан 2019 интенсивный жұмыс жасаған 2021-23 жылдары интенсивный осы именно нені зерттеген восковой эфирный масло адамдарға қалай әсер етеді.
соны зерттеп келіп қазіргі таңда біздің компанияның енді не мықтылығы ғой, өте мықтылығы біздерге ұсынып отыр. Біздер сондай бір керемет алланың біз бір таңдаған құлдарының біріміз. Қаралмайын шығатын жерде халықтар ұзақ өмір сүреді да, 120 жасқа дейін қиналмай, ақыл есі дұрыс, солай өмір сүреді да, халқы өте ұзақ және ауырмайды. Олар сахарный диабет, олар жаңағы раковое заболевание, оларда жаңағы деменция бірдеме дейтін сондай бір сложный өте жаман аурулар олар білмейді ондайды даже. Сондай ол елдерді зеленый и голубая зона деп айтады. Сол біздің Coral Club'тың президенті, мысалға Леонид Клапта, сол біздің үйімізде отырып, өзімізге сондай голубой зонада өмір сүріп жатырғандай жағдай жасап отыр. Былай қарағанда бұл өнімнің құдіреттілігі сол. Осы өнімнің осындай бір қасиетін өзім оқып білгенде менде кәдімгі менің денемде мурашки по коже деп айту, ол даже ол просто сөз. Мурашки по коже деген ол просто сөз. Бірақ бұл өнімнің жаңағыдай анандай мықты қасиетін қабылдау керекпіз. Действительно ұзақ, әдемі, ешкімге масыл болмай, ешқандай жаңағы айналаңдағы қоршаған адамға жиіркенішті болмай, сізді қартайғанда кім қоршайды? Қартайғанда өзіңнен шыққан бала қоршайды. Сол балаларға жиіркенішті болмай, әдемі қартаюдың амалын біздің компания жасап отыр. Біздерге арнап та конкретный продукт айтайын деп отырған, ол тек қана инсулин резистенциясына қарсы нәрсе емес. Яғни сахарный диабетпен ауырып жүрген адам сол күн келіп, біздер соны алып жатырмыз. Мен өзім бастап ішіп жатырмын, сол 27-сінен бастап іштім. Сол айтайын деп тұрғаным, бұл өнімнің тағы бір мықтылығы тек қана инсулин резистенциясына байланысты емес. Біздің денемізде көп воспалительный процесстер жүріп жатырады да. Воспалительный процесстер жүріп жатырады, біздер оған тіпті практически мән бермейміз. Жаңа айттым ғой, басында айттым ғой, вообще мән бермейміз, өзіміз рахаттанып жүре береміз. Короче говоря, біздің денемізде воспалительный процесстер жүреді. Сол мына висцеральный жир, сол воспалительный процессті туғызатын висцеральный жир екен ғой. Мына беліміздің талі дейді ғой, беліміздің жіңішке жерін бүйтіп сантиметрмен өлшеп қарайтын болсақ, көлемі әйел адамдардікі 80 сантиметрден аспау керек, ер адамдардікі 90-нан аспау керек. Қазір біздің әйел адамдардың көбінікі 90, ер адамдардікі 100-110 болып кетті. Яғни бұның өзі уже жаңағы инсулин резистентный состояниені білдіреді. Сосын біздің денемізде мынандай жерлеріміз бар, мынандай шынтағымыз бар да, шынтағымыз қарайып тұрады. Шынтағымыз қарайып тұрады, ол кейбір адамдарда интенсивно қарайып тұрады. Сосын кейбір адамдардың мына мойындары біртүрлі бұдыр-бұдыр болып, біртүрлі кір сияқты болып тұрады да, сол инсулин резистенциясының белгісі екен. Кейбір адамдардың қолтығы бүйтіп қоңырайып сөйтіп тұрады. Сосын мына аяқта тобықтың төменгі жағында бір қоңырайған жерлер болады да, соның бәрі уже инсулин резистенциясының бірден бір белгісі. Сосын жаңағы тамаққа тоймау, ол уже ожирениенің белгісі ғой. Сол без конца тамақ жеп бір шаршап баратқан сияқты, жаңа тамақ жесең шаршағаны басылып қалатын сияқты. Тәтті жесең вообще басылып қалатын сияқты. Соның бәрі уже сіздің жаңағы өзіңіз былай ойланып отырып, чекап дейді ғой, былай айтқанда. Докторға ештеңеге бармай-ақ сіз өзіңіздің ұйқы безіңіздің жұмысының уже бұзылғанын білесіз. Естественно, жировой гепатоз деген диагноз қазір көп адамға қойылып жатыр да, ол да бауырды май басқан деген сөз. Сосын жүректің бұлшық еттерінде де жировой жасушалар көбейіп кетеді екен де, жүректің өзі біткен, бұлшық еттің өзі біткен, жүректің өзі түгелімен қозғалып тұрады, дүңк-дүңк деп, сол қозғалу жұмысын бәсеңсітіп қалады екен де, жүрек дұрыс соға алмай қалады екен. Сосын бүйтіп тұрған, тігінен тұрған жүрегің жайлап бүйтіп қисайып майысып кетеді екен. Біздің денеміздегі самый первый орган, вообще қатты релейт етіп күту керек органымыз ол жүрек. Сол жүрегімізге қатты көңіл бөлу үшін көңіл бөлу керекпіз. Бізде енді пентакам бар, кардиопек бар, барлық жағдай Coral Club'та жасалып тұр ғой. Дегенменен жаңағы біздің мына ашқарақтығымыз, тамақтың алдына келгенде өзімізді ұстай алмайтын жаман қасиетіміз біздің сол жүрегімізге де, бауырымызға да, ұйқы безімізге де бірден бір жаңағы жаман жағдай туғызады. Аурулы жағдай туғызады. Оның былай білінбейді де, артынан келіп тығырыққа тірелгенде жол іздейді ғой біздің қазақ деген. Тығырыққа тірелгенде жол іздейді, сондай мезгілде уже ой-ой шығын болып жатырады. Шығын дегенде енді жаңа материальный шығын ғой, бірақ адамдар қалай болғанда да соған жаңа выход іздеп сөйтіп шауып жүреді. Сосын мына стрессовый ситуация. Стресс деген добрый стресс, злой стресс дейтін болады. Добрый стресс, все нормально, но сіздің кішкентай балаңыз, 15-тегі қызыңыз болсын, келеді айтады, мама, я замуж выхожу дейді. Ар жағында бәрі тірі, бәрі нормально, бірақ сіз ана ақпарат сізге жағымсыз болып естіледі. Сіз сол жерде алып келіп балаңызға басқа планыңыз болады ғой енді балаңыз туралы. Балаңыз жаңа 15-тегі бала келіп сізге я замуж выхожу десе, сізде естественно стресс болады. Но ол добрый болса да гормон кортизол секіреді. Енді жаман жағдайдағы стресс итакты ғой. Атак былайынша Құдайдың құттығыны жаңағы осы жерде отырған халықтың көпшілігі кредитте отыр. Кредитте төлейтін мезгілде міндетті түрде стрессовать етеді адамдар. Ақшаны, в общем, ақша ғой, баяғы материальный состояние. Сол кезде гормон кортизол көп бөлінеді. Гормон кортизол көп бөлінген мезгілде денеде мына глюкоза выброс жасайды.
қанға глюкоза выбросты көп жасайды. Сол кезде глюкоза қанда қатты секіріп кетеді, секерде скачок болады. Тым жақсы секерім нормальный деп жүрген адамдарда любой стрессовый ситуация секерді өсіреді екен, именно қантты өсіреді екен да. Сол себептен де мына енді біздер айтамыз ғой, қорылпаққа келген адамдарға нанды азайт, тәттіні азайт деп та, азайтып жатырса азайтатын болар, ал азайтпаған жағдайда да ол стрессовый ситуацияға тап болсаңыз, уже гормон кортизол көнбейді, вообще көнбейтін зат ол. Сосын мен енді бір айтып жіберейін, кортизол бізде надпочечник дейтін жерде тұрады. Екі бутикеміз тұр ғой, соның үстінде не улей сияқты, мына не улей болады ғой, аквариумға салатын. Сондай сияқты колпачоктан тұрады, надпочечник дейтін болады. Сол надпочечник гормон кортизол бөледі. Енді гормон кортизол стресстің кесірінен бөлінеді ғой. Сол гормон жаңағы надпочечник дұрыс жұмыс жасау үшін қыздар мен жігіттер оны кормить етіп отыру керек. Немен кормить ету керек? Лецитин және грифония. Стабильно ішу керек. Әйел адамдар енді грифонияны ішіп жатырады ғой, жаңағы настроениесін көтеру үшін, тағы бір деген сияқты да. Ер адамдарға да грифония менен лецитин ішіп отыру керек. Мен Рүстембекті көріп отырғасын айтып отырмын да, любой адам стрессовый ситуацияда жүреді. Әйел еркек деп қарап жатқан жоқ, гормон кортизол бөлінгісі келсе. Просто бізге көнбейді, тыңдамайды. Сол гормон кортизол бөлініп кетті ме, уже сахар пайда болып кетті қанда. Лишний сахар да, лишний сахар. Оның бәрі жаңағы воспалительный процесске алып келеді. Артқы жағы воспалительный процесске алып келеді. Воспалительный процесс адамның денесінде 20 жыл, 30 жыл созылып жүре береді. Қатты қиналып алып бара жатсаңыз, приемға барасыз ғой. Приемға барғанда, естественно, антибиотик береді или гормон дәрілерді береді. Қазіргі таңда гормональный терапия. Осыдан 20 жыл бұрын, мысалға Европада гормонный терапиямен заниматься еткен. Мен өзім Европада тұрған інім бар. Солар айтты, строго гормональный дәрілер береді Европада дегенді естиміз ғой. Сол ситуация қазір біздің елімізге келді. Строго ауырдың ба, доғдырға бардың ба, гормонный терапия или ота жасау. Бітті, алып тастау, кесіп тастау. Басқа выход жоқ. Қалған жерде адам өзінің саулығын өзі күтіп, өзінің жағдайын өзі жасап отырмаса, ешкімнің денсаулығы керек емес. Қорлықлап ешкімді лечить етейін деп отырған жоқ. Просто продукциялар сондай өте мықты өнімді шығарып отыр. Өте мықты өнімді біздің үйімізге жетуіне способствовать етіп отырған біздің президентіміз алаңдайымызға тап болған адам. Соны біз бір кәдімгі құрметтеп дұрыс түсіну керекпіз. Именно сол адамның бізге дегендегі өзінің жаңағы осы қорылпақтағы дистрибьюторлары, потребительдері, осы қорылпақтың өнімін пайдаланып отырған адамдардың ең бірінші осы адамдардың жағдайы дұрыс болу керек дегенді мен ол кісінің өзінің аузынан да естігенмін. Сондықтан өте мықты өнімдер шығарылып жатыр. Енді оны алып пайдалану әркімнің өзінің құқысында. Сосын сол жағы воспалительный процесстер да внутренний воспалительный процесстер ең соңында онкология алып келеді. Ең соңында плачевный жағдайға алып келеді. Білінбейді, бірақ тым да білінбейді, жайлап келеді, а то бүйтіп айтады, еш жері ауырмайтын еді, 3 ай жатты да кетіп қалды. Сондай сөзді көп естимін мен өзім. Ол 20 жыл бойы, 30 жыл бойы ол адамның денесінде воспалительный процесс болып жатырғанын қарапайым халық білмейді, бірақ қаралықтар білуі мүмкін. Естиді ғой, осындай зумдардан естиді, тағы бір жерлерден естиді деген сияқты. Сосын мына именно мына премиум планктон ой холестеринді өте жақсы кетіреді деп жатыр ғой. Холестериннің өзі плотный холестерин, не плотный холестерин деп екіге бөлінеді. Анализ тапсырғанда да мысалға ішінде екі түрлі показания көрініп тұрады. Легкий холестерин, жаңа тяжелый деген сияқты, плотный, сосын легкий, не плотный. Холестерин деген нәрсе, ол былай қыздар мен жігіттер, мына сосудтың бойында біздің денемізде су азаяды, омеганы ішпейміз, жирпечняк-олайды ішпейміз, лецитинді тағы ішпейміз, ішсек анда-санда детоксты бір өтіп алады да, біттім, мен болдым, мә детоксты бір іштім, порошокты бір іштім, ананы бір іштім, енді нешем деп тұрады да адамдар. Оны круговорот в жизни ішу керек. Детокс деген нәрсе, мысалға, сіздің күнделікті пастамен тісіңізді жуасыз ба? Күнде таңертең тісіңізді жууға, тіпті кешке қарай жууға соған әдеттеніп дағдыланып кеттіңіз ба? Детокс сол сияқты күнделікті сіздің ағзаңызға арналған гигиенический средство. Просто оны солай қабылдау керек. Біздің адамдар қызық, неше ай ішем детокс дейді. Өмір бақи детокс ішу керек, ішіндегі өнімнің бәрі бізге қажет нәрсе. Сол айтайын тұрғаным, жаңағы біздің денемізде осы судың балансы дұрыс болмағандықтан, майдың тепе-теңдігі бұзылғандықтан, мана сосудтардың эластичность кетеді. Ол иіліп бүгіліп отырамыз, тұрамыз, жатамыз, жүреміз де, сонда біздің денеміз қозғалып отырғанда сосудтарда трещина пайда болады. Тырс деп жыртылып кетеді дейді. Сол жыртылып кеткенде біздің денеміз насколько умно Алла тағала жаратып қойған, біздің денемізге келеді, сигнал береді. Ана жерде ана сосуд тілініп кетті, оны бітеу керек дейді. Сөйтіп сигнал холестеринге беріледі. Холестерин жүгіріп келеді де, ана сосудты бүйтіп жамайды. Май ғой, бүйтіп жамап тастайды да, сөйтіп қояды. Сосын тағы да сондай болады, тағы сондай холестерин сол жерге келе береді, и вдруг холестериннің бляшка пайда болады. Бляшка пайда болады, барады да кардиостимулятор қойдырады. Мысалы, жүректің тамырында болсын, аяқтың тамырында болсын, варикоз болсын, білмеймін, әйтеуір барлығы сол сосудтың бойы ластанды, бітелді деген сөз. Сондай мезгілде
жүгіріп барып ота жасатып жаңағы кардиостимулятор тағы бірдеңе қойдырғанмен ол совершенно выход емес. Бұлт болса да ауырып тұрады ол адам, найзағай болса да жаңағы темірге келіп тұрады. Біз живой электролитпіз жүрген, тоқ өткізгіш. Соның бәрі нечаянно случайно денеңді дірілдетіп қалтыратып бүйтіп жүрген қазір жастарда бар, үлкендерде бар. Просто оның бәрі неграмотность. Просто білімсіз, ізденбейді. Ал Құдай аузыма салғылай, алдында асы бар, соны төпелетіп ас ішу, ойнап күліп, жаңағы кредитпенен өмір сүру, сондай ситуацияға тап болып кетті ғой қазір қазақ елі. Сонда каланус май деп айтылады біздің планктон ол. Сол холестеринді бірден бір холестеринді ертіп, езіп, жоқ қылып, тазалап жіберуге мықты әлі бар. Себебі оның ішіндегі омега бөлек, қасиеті бөлек, жаңағы восковой эфирный масло. Ондай омега 3 бірақ ондай омега-3 басқа жерде жоқ, потому что бұны уже патентовать етіп тастаған. Зока деген Норвегияның несінде, Норвегия елінде именно каланус майын патентовать етіп тастаған. Патентовать деген сөз, оны басқа ешқандай компанияда бұндай өнім екінші қайталанбайды деген сөз. Масло каланус құрамына не кіреді? Құрамына омега-3 кіріп тұр да, полиненасыщенный жирный кислота. Бір капсула 500 мг, 92,15 мг, соның ішіндегі мінекей май омега-3, восковой эфирный масло дейді. Сосын астаксантин деген нәрсе бар. Астаксантин туралы қазір айтамын. Астаксантин деген нәрсе бұл жерде 0,3 мг. Сильный антиоксидант натуральный. Және витамин Е бар, ол 3,14 мг. Ол бір капсула. Күніге біз 2 капсула жеп отыру керекпіз. 2 капсула ол 1000 мг болады да, оның құрамы мынандай өзгеріп тұр. Так, астында бірдеңе бар ма? Жоқ. Мынау суточный доза дейді. Бұл суточный доза, айтайын сіздерге. Бұл обычный жақсы өзін-өзі күтіп жүрген адамдарға. Ал егер уже воспалительный процесс болып тұрса, сахарный диабет дейтін біресе секіріп, жаңа секеріңіз біресе көтеріліп, біресе түсіп, тамақ ішкеніңізге қарай 10-15 тағы бірдеңе болып кетіп жатырса, мысалғаша, холестериніңіз көп болып тұрса, демалуыңыз дұрыс болмай шаршап тұрсаңыз, вообще демалуыңыз ынтығып, біртүрлі астматический синдром болып сөйтіп тұрсаңыз, уже бұл майды кішкене нормасынан көптеу қылып ішу керек. Ешкімнің ештеңесі кетпейді. Вообще не переживайте. Көп ішіп қойсам қайтеді, аз ішіп қойсам қайтеді. Адамдар дейтін соның бәрін ойлап дейтін діңкелері құрып кетеді. Эксперимент жасап, өздеріңіз жайлап ала өзің жар бол деп ішесіңіздер. 5-ін ішкіңіз келе ма, 2-ін ішкіңіз келе ма, оны өзіңіз қарайсыңыз. Біздің мына кишечнигіміздің, мына соңғы мезде ғалымдар осы именно масло калонуспен жұмыс жасаған мезгілде, бұл қалай бізге тиімді болады, бұл қалай бізбенен қатты көмек етеді деген сұрақтардың жауабын іздегенде, адамды естественно зерттейді ғой адамның денесінде. Сол кезде біздің кишечнигіміздің, ішегіміздің соңғы мінекей нижний отдел дейді. Сол жерде рецепторлар бар екен. Именно мына восковой эфирный масло өте жай қорытылады. Бүкіл тамақтың ненің ішіндегі, ненің кишечник ішінде ең соңғы жағына дейін барып, сол жайлап, мен өзім представлять етейін де, жайлап май ағып келе жатады да, русламенен сол өзінің жолындағын бәрін ертіп, расщеплять етіп келе жатады да, сөйтіп ұзақ уақыт бірден өзі жағы біздің ішіп жеген асымызбенен бірге витамин минералын бірге еріп ағып кетпейді. Кишечникке баратын болып тұр ғой. Кишечник соң жағында специфический рецепторлар бар. Сол рецепторларда метаболический синдромды жылдам қалыпқа келтіретін рецепторлар. Метаболический синдром, жаңа зат алмасу процесінің бұзылғаны, сол метаболический синдром деген диагноз қойылып жатыр ғой қазіргі таңда, соны жылдам қалыпқа келтіретін жағдайда әсер етеді мына майымыз. Астаксантин деген нәрсені айтатын болсам, астаксантин деген нәрсе действительно антибиотик, оны еш жерден алып оған қосып жатырған жоқ. Ол сол зоопланктонның өзінің бойында бар нәрсе, сильный антиоксидант, табиғи сильный антиоксидант біздің H-500 пен пара-пар келеді дейді. H-500 пен пара-пар келеді дейді, почти сондай сияқты. Мысалға сильный антиоксидантқа жатады H-500-да, күніге 6 ішесің ба, 8 ішесің ба, плохо болмайды. Действительно, H-500 свободный радикал шығарады. Свободный радикал, жұптаспай қалған атом кислорода. Алла тағала любой затты плюс-минус қылып, бар жоқ қылып, екеу қылып, жұп қылып жаратып қойған ғой. Сол жұп бір-біріменен жаңағы теріспенен плюстың, оң менен терістің қосылуы бұзылып кетті, денеде закисление. Денеміз ашып кетіп жатыр, ашу процесі жүріп жатыр да, ашып кетіп үлгере алмай жатырмыз. Сол кезде именно жаңағы электрон кислорода жұптаспай қалады. Басқа тағы бір электронмен қосылып, біздің клеткамызға қарай өтіп кету керек қой. Сол процесі дұрыс жүрмей қалады да, кислородтар бөлек ел болып радикал деп айтады. Мен историядан мектепте оқығанда бәрін оқыған шығарсыз, радикалистер, революционерлер деген сияқты нәрсені біздер мектепте оқыдық. 3-ші, 4-ші, 5-ші кластарда кішкентай кезімізде. Сондай сияқты свободный радикал пайда болады да, жаңағы өзіне тек біз жеген асымыздан тәттіні бәрін өзіне толтырады. Өзі қабылдай береді.
басқа орынға жібермейді, сөйтіп жайлап ісік опухоль пайда болып кетеді. Соны свободный радикалды жоятын бізде H-500 дейтін конкретный өнім бар. Бұның құдіретін былай айтқанда көп адам түсінбейді. H-500-ты суға қосып бір рет ішеді, қайта бір рет ішеді, сонымен бітті шуғар ағай. Мен ішіп жатырмын ғой H-500 дейді. H-500 көрсетіп, шелектеп ішіп көріңдер, қандай жағдайға келесіңдер. Через некоторое время, конечно, уақыт өту керек оның бәрін. Тап сондай эффектісі бар, бірақ мынау жаңағыдай холестериніңді жоқ қылады, мына ұйқы безіңді, бауырыңды, сосын жаңағы жүрегіңді, соның бәрін конкретно орнына келтіріп қояды ғой. Плюс ко всему астма дейтін нәрсені болдырмайды. Болып тұрған нәрсені азайтады. Оның бәрі астманың болуы, бронхның ауруы, кишечниктегі бактерия, вирус, грибок. Кишечник өзінің функциясын дұрыс атқара алмай қалды. Тона лимфосистемамен кишечниктен жоғары қарай көтеріледі мусордың бәрі. Сосын мына жерге келеді де альвеолаларда тұрады, өте алмай. Себебі оның бәрі қатып қалған, май жоқ қой денеде. Керекті май жоқ, именно керекті май жоқ. Жаңағы бізде малдың майын жейміз, мысалы қазақпыз, да, малдың майын жейміз. Малдың майы насыщенный жирный кислота болып саналады. Насыщенный, не плотный. Ал біздер күнделікті тамаққа оливковый майды көп пайдаланбаймыз, ол өте қымбат. Көбіне жаңа растительный майға енді алина бірдеңелерді пайдаланатын болар. Лично біз өзіміз үйімізге оливковый май пайдаланамыз. Не жасасақ та соған қазір соған көштік кәдімгі реально, да, ана майды алмайтын болдық. Сол оливковый май, мысалға льняной май деп айтылып жатырады, соевый май, тағы бірдеңе майлар бар, полиненасыщенный жирный кислота. Но біздің компанияда оны әдемілеп шешіп қойған, ол проблеманы омега-3 тг. Басқа компанияларда біздің омега-3 емес, олардың құрамы чуть-чуть басқашалау. Сосын жирпечный акулы, лецитин дегендер, сол біздің жаңағы қантқан насыщенный жирный кислотамызды расщеплять етеді. Әйтпесе, сол мына альвеола деген түтікшелер ғой, түтікшелер, сол түтікшелердің бойлары қатып қалады да, мана жыбырлап қақырықпенен келіп тұрған слиз ғой. Слизбенен слиз жоғары қарай көтерілмейді, айда не, андай удушье сияқты сондай нәрселер болып кетеді де, бірдеңелерін шашып жүреді адамдар ауыздарына. Сол нәрсені болдырмайды, болып тұрса соны кетіретінге күші жететін сондай мына өнім, планктон ойл деген. Сосын бұл өнімнің ең бір күштілігі, адам қартайғанда миының ойлау қабілеті тозады, есте сақтау қабілеті жойылады. Сосын болезнь Альцгеймер, деменция, Паркинсон деген 3 түрлі қонақ келеді, миыңызға отырады. Сосын болды, сіз былай қарағанда тірісіз, кеудеңізде жаныңыз бар, өмір сүріп жатырсыз, бірақ сіз ешкімге керек емес, обществода керек емес адам болып қаласыз. Если сізге сондай нәрселер сіздің денеңізде пайда болып кететін болса, сондай мидың нәрсесін, мидың жұмысын дұрыстайтын, яғни біздің миымызда да рецепт бар, рецепторлардың жұмыс тәртібі бұзылады да, сондай келеңсіз жағдайға біз өзіміз жеткіземіз. Бізде ешкім ештеңе зорлап жатқан жоқ. Біз өзімізден өзін қимаймыз, жаңағы ақшамызды той садақаға апарып шаша қоюға, біреуге көріне қоюға, оған жарпылдап жүгіргенге жақсымыз да, өзімізге келгенде, продукт алуға келгенде, соның ар жағын или терең түсінбейміз, или өзімізді құрметтемейміз, сөйтіп шамалы жағдайға ұшырап кетіп жатырмыз. Айналамызда адамдар бар ондай. Мына ковид дейтін оңбаған 2 жылдық ситуациядан кейін, каждый второй уже 5 жылдан кейін сондай эпидемия болып ауырады дейтін прогноз бар екен. Оны американский және японский ученыйлар уже статистика шығарып дәлелдеп қойды. Оны, наверное, 5 жылда сондай типа жаңа эпидемия пайда болады жер бетінде деп. Көп адам, өзін күтпеген адам ауырып тұрады, жаңа тамақ дұрыс емес, әңгімелер ғой, оның ар жағы. Мына именно головной мозгпен связанный аурулар, біз бәрімізде ковидпен әйтеуір мұрнымыз иіс сезбеді ма, уже бізде ауырдық деген сөз. Ол специально ДНК-ға атака жасауға арналған инфекция, вирус да, ол барлығымызды касаться етті. Қаралдық болмайық, бәрімізді касаться етті. Сондықтан біз алдын алу керекпіз. Қазір Қорытпапта немопрайм дейтін өнім шықты ғой, сол немопраймды мен үзбей 6 ай іштім. Енді мына коланус келгеннен кейін, премиум планктон, осыны алып мен ішіп жатырмын. Сосын бұл жаңағы мына мозговой деятельностьқа, мозговой рецепторларға қатты әсер ететіндігі сондай, көздің көруіне, әсіресе глаукомаға өте жақсы результат беретін өнім. Өте жақсы результат беретін өнім. Енді былай қарағанда өнім енді мықты. Президентіміздің мықтылығы әрбір адамның өмірі голубой зонада жүрген сияқты өмірде болсын, активный болсын, белсенді болсын, және в здравом уме болсын деген жағдайды ойлап біздерге ұсынып отыр.